Есімім Мөде. Мен өз заманымда ғұн мемлекетін құрған ұлы Чаньюймін. Бірақ оған жету үшін ұзақ әрі қиын жол жүріп өттім. Бала кезімде әкем Тұман көрші мемлекетпен достық орнату үшін мені тұтқынға аманат етіп беріп жіберді. Бой жеткенде мен тұтқыннан қашып әкеме оралдым. Әкем мені көргісі келмесе де қайтарып жібермеді. Керісінше маған қол астыма бір топ әскер берді. Мен әскерімді жаттықтыра бастадым. Оларды өзіме адал ету үшін қиын жаттығулар мен сынақ өткізіп күш жинадым. Бір күні аңшылықта жүргенде мен өз әкем Тұманға оқ атып, әскермен бірге оны тақтан түсіріп билеуші болдым. Таққа отырғанда мен жаңа өзгерістер енгізе бастадым. Ең алдымен күн сайын жаттығатын тұрақты әскер құрып, оны жүйеледім. Бұрын соңында болмаған ысқырғыш оқтарды ойлап тауып, қолданысқа енгіздім. Бір күні маған Қытай елінен бір елші келіп, менің ең жүйрек тұлпарымды сұрайды. Кеңесші ақсақалдар оған қарсы болды, алайда мен өз тұлпарымды беріп жібере салдым. Келесі келгенде елші менің ең сүйікті әйелімді сұрайды. Ақсақалдар оған да қарсы болды, алайда мен өз әйелімді де беріп жібердім. Ал үшінші келгенде елші біздің мемлекетіміздің бір тілім жерін беруді сұрайды. Бұл жолы ақсақалдар соғыс басталып кетпесін деп жерді бере салуды ұсынды. Бұны естігенде жерді беруге келіскен ақсақалдардың барлығының басын алып, Қытай еліне соғыс аштым. Себебі тұлпар менікі, әйел де менікі, бірақ жер менікі емес, халықтікі. Егер мен жерді бере берсем, мемлекеттен дым қалмайтын еді. Осылайша мен Қытайдың Хуньей, Чуйшы, Динглин және басқа да елдерін жаулап алдым. Біздің әскеріміз 400 мың жауынгерден асты. Барлық жауынгерлер күн сайын жаттығатын кәсіби сарбаз болды. Бізден қорыққан Қытай мемлекеті қорғану үшін үлкен қамал тұрғызды. Алайда ол бізді тоқтатпады. Қытай мемлекетін көп ұзамай жаулап алдық. Бірақ олардың жерін ғұн мемлекетіне қоспаймын деп шештім. Себебі Қытаймен қосылған халыққа олардың мәдениеті сіңіп, көп ұзамай бәрі Қытайға айналып кетеді. Оның орнына мен Қытайға салық төлеткіздім. Осылайша мен өзім жеке дара билік құрып, ұлы ғұн мемлекетінің негізін қаладым. Біздің мемлекет бар әлемді қорқынышта ұстаған ұлы империяға айналды. Жауынгерлеріміз ешкімнен қорықпайтын жаужүрек болды. Ұрпақтарымыз да бізден асып түсетін мықты мемлекет болады деп сенемін. Менің есімім Шырақ. Мен сақ дәуірінде өмір сүрген қарапайым малшымын. Алайда менің атымды ұрпақтарым 2,5 мың жылдан кейін де еске алып жүреді. Біздің заманда Дарий деген парсы патшасы өзінің 700 мыңдық әскерімен біздің жерге басып кіреді. Менің ауылым олардың жолында бірінші болып тұрды. Парсы әскері адамдарды аямай қырып салды. Сол ұрыста менің сүйікті жұбайым да қаза тапты. Сол кезде мен жұбайым үшін кек қайтарамын деп ант бердім. Әскери кеңесте Дарийдің әскерін жалғыз өзім барып қайтарамын деп жоспарымды ұсындым. Тек мен қайтыс болғанда балаларыма қамқор болыңдар деп жолға шықтым. Құлағым мен мұрнымды кесіп тастап, Дарийдің әскерінің алдынан шықтым. Бұл сақтар мені қинап, осындай хәлге жеткізді. Енді олардан кек алу үшін сіздерді қысқа жолмен олардың отырған жеріне алып барамын деп алдадым. Бірақ мен оларды ең ұзақ жолмен жетектеп, ақыры шөлдің ортасына алып келдім. Аштық пен шөлден Дарийдің жарты әскері қырылып қалды. Маған ызаланған Дарий менің басымды шауып тастады. Алайда осылайша мен өзімді құрбан етіп, өз халқымды сақтап қалдым. Дарийдің әскері кері айналып қайтуға мәжбүр болды. Ұрпақтарыма айтарым, өз елі үшін ерлікке дайын батырлар бар болғанша, елдің ертеңі де бар. Тіпті бір малшының өзі 700 мыңдық әскерді жеңе алады. Сенің де қолынан барлығы келеді деп сенемін. Менің атым Еділ. Батыста мені Аттилла, Құдайдың жазасы деп атаған. Өз заманымда түгел Еуропа мен Рим папасын тізерлеткен ұлы ғұн империясының билеушісі болдым. Мен тек дәулеттен шықтым. Әкем мұздық қаған ғұндардың Ақсүйек руынан болған. Бала кезде ең беделді ұстаздар маған әскер басқару мен шайқасуды үйретті. Әкем қайтыс болғанда
Таққа менің ағам біледа отырды. Менің ағам санасы төмен, қабілетсіз билеуші болды. Әр шайқастан жеңіліспен оралып, елімізді құлдырата бастады. Мен оның билігіне 10 жыл шыдадым. Бірақ оны тоқтатпасам, еліміз әбден құрып кететінін түсініп, ақыры кеудесіне қанжар сұғып, өз қолыммен туған ағамды тақтан түсірдім. Таққа өзім отырған күннен бастап, әскерді күшейте бастадым. Біраз қол жинап, батысқа қарай жорыққа шықтық. Гот, Вестгот, герман тайпалары мен скандинав халықтарын жаулап алу қиынға соқпады. Олардың барлығын бағындырып, жерлерін тартып алдым. Бірақ менің көздегенім Рим болды. Римдік ұры саудагерлер біздің аталарымыз жерленген обаларды қопарып, ішінде жатқан алтынды ұрлап, өз қалаларына тасып жүрді. Біз үшін ең қасиетті, қастерлі дүниені қорлағанына жол бере алмадым. Сол үшін өз әскеріммен қоса скандинав, герман сарбаздарынан үлкен әскер жинап, Римге қарай бет бұрдым. Сол кезде Рим императоры Феодосий маған қарай хабар жіберді. Мен мал бағып отырған қайдағы бір қарақшыға ешқашан бас имеймін. Феодосийдің бұл сөзі өз ел үшін жасаған ең үлкен қастандығы болды. Ұлығын әскері саудагерлер тығылып отырған Рим қалаларын тас-талқанын шығарды. 100-ден астам қаланы қан сасыған өліктер даласына айналдырғанда, Феодосий өз ордасынан қашып құтылғысы келді. Сол кезде менің алдыма Рим папасы шығып, тізерлеп менен рахым сұрады. Бірақ біздің аталарымыз жатқан жерді қорлаған халық кешірімге лайықсыз. Сол үшін мен олардың мойнына бұрын сонды ешкім естімеген салық асып қойдым. Римдіктер маған жыл сайын 2 тонна алтын төлеп тұруға міндетті болды. Соның нәтижесінде Феодосийдің бар алтыны таусылып, керек сомма жинай алмай, өз халқын тонап, әйелдерінің әшекейін тартып алып, мемлекетті әбден құлдыратты. Қиын заманға шыдамаған шенеуліктер мен тұрғындар өздеріне қол жұмсай бастады. Оны тоқтатқысы келген қолбасшылар бізге қарсы шыққысы келіп, нәтижесінде жеңіліс тапты. Бұл оқиғадан кейін күллі Еуропаның жадында көшпенділер ең үлкен қорқынышқа айналды. Мен мықтылар әлсіздерді жоятын, әділетсіз қиын заманда өмір сүрдім. Өмірімде көп жамандық жасадым. Бірақ бұның барлығы ұрпақтарымның жарқын болашағы үшін. Ұрпақтарыма айтарым, ата-бабаларыңның қан мен терін зая кетірмеңдер. Аталардың аруағын қор қылмаңдар. Және өздеріңнің ешкімге бас имеген еркін көшпенділер екендеріңді ешқашан ұмытпаңдар. Менің есімім Тұмар. Мен өз заманымда Массагет сақтарының билеушісі болған едім. Гректер атымды Томирис деп солай тарихта қалдым. Тағдырымда көптеген қиыншылықтардан өттім. Күйеуімнен жесір болып қалғанда менің халқыма қиын күндер келеді. Парсы патшасы Кир біздің елмен соғыс ашуға сылтау іздеп, өзіне тұрмысқа шығуға ұсыныспен маған елшілерді жіберді. Мен оған келіспедім. Кир патша жауабымды желеу етіп, бізге қарай әскермен жорыққа шығады. Оған қарсы өз ұлым Спарғатты әскермен аттандырдым. Кир біздің әскерді алдап, айламен ұлымды тұтқынға ұстап алады. Оны естігенде мен Кирге мына сөзді жолдадым. Қанқұмар Кир, жеңіске желікпе. Сен менің ұлымды ашық айқаста қару құдіретімен жеңген жоқсың. Шарап ішкізіп, алдап барып пенде еттің. Ұлымды маған қайтармасаң, ант етемін. Қанға қаншама тойымсыз болсаң да, адам қан сусын қанғанша ішкізермін. Кир шайқасуды таңдады. Менің ұлым есін жиып, не болғанын түсінгенде,
қасында тұрған парсы жауынгерінің қанжарын тартып алып, өз-өзіне қол жұмсады. Келесі күні бұрын соңды көз көріп, құлақ естімеген сұрапыл қырғын соғыс басталды. Ақырында біздің әскер жеңіске жетеді. Ұрыс барысында Кирдің өзі де қаза табады. Жауынгерлерім оның денесін тауып, басын алып келгенде, мен уәдемді орындап, оның басын қанға толы қазанға батырып, қанға тойдырдым. Менің тағдырым қиын болды. Бірақ халқым үшін, ұрпақтарым үшін мен мықты болып, қиындықты жеңуге тырыстым. Ұрпағым да қиындықтан қорықпайтын, мықты болады деп үміттенемін.